педагог зерттеуші Мөшке Сапаров боламын. Мен сіздермен бүгін өзімнің мақаламдағы мұғалім тәжірибесін жетілдірудегі іс-әрекеттің маңызы деген тақырыпты сіздерге ұсынамын. Іс-әрекетті зерттеу керек пе деген осы бір сұрақтан бастағым келеді. Менің бүгінгі сіздерге ұсынатын зерттеу сұрағым жалпы іс-әрекетті зерттеу мұғалімге берілген мүмкіндік пе, әлде мәселе ме дегенді қарастырамыз. Мұғалім көбінесе мен зерттеуші емеспін деп ойлайды. Оның басты себебі, өзін зерттеуші ретінде елестете алмаудың басты себебі зерттеу оқу процесінен тыс жұмыс деп ойлайды. Бірақ ол басқаша. Бұндағы мұғалімдердің пікірі бойынша мұғалімдерде көбінесе уақыттың жоқтығы, қағазбастылықтың көптігін айтады. Ал бұл жерде қазақ халқында мынандай бір жақсы дана сөз бар, көз қорыққан қол батыр дейді. Ендеше біз өзіміздің жұмысымызды өзіміз зерттеуге ешқандай кедергі болмау керек. Мұғалімде тағы бір міндет пайда болды деп ойлайды. Мұғалімге қосымша зерттеу жүк деп елестетеді мұғалімдер. Шын мәнісінде зерттеу ол біздің өзіміздің мәселемізді өзіміз зерттей отырып, оны туындаған мәселені өзіміз жақсартудың жолы бұл іс-әрекеттегі зерттеу болып табылады. Жалпы іс-әрекеттегі зерттеу жаңағы өзімнің әріптестерім айтып жатқандай, ол сабақ процесінен бөлек тыс жұмыс емес, ол өз сабағыңызды зерттеу болып табылады. Осы іс-әрекеттегі зерттеу арқылы өз сабағыңызды жақсарта аласыз. Іс-әрекеттегі зерттеу жалпы теорияға емес, тәжірибеге сүйенеді. Нақтырақ айтатын болсақ, біз іс-әрекеттегі зерттеуде нақты дәлелдемелерге сүйене отырып, іс-әрекеттегі зерттеуді жүзеге асыратын боламыз. Әрбір мұғалім өзінің іс-әрекеттегі тәжірибесінің зерттеушісі. Бұл жерде мынау Шарль де Голль деген ғалым адамның сөзі осы зерттеушілерге сайма сәйкесе керек. Үздіксіз ізденген адам ғана өз биіктігін бағындыра алады және өзгелерге ықпал ете алады. Ендеше мен бастапқы зерттеу сұрағыма қайтадан оралайын. Бізге берілген іс-әрекеттегі зерттеу мүмкіндік па, әлде мәселе ме деген жаңағы мәселесіне біраз тоқталсам, енді біз мүмкіндігіне ары қарай жол ашып тоқтайық. Әрине, мұғалім көзқарасы бәрін шешеді. Бұл жерде ізденсек проблема, мәселе көп-ақ, ал біз сол өз мәселелерімізді шешу жолында жұмыс жасайтын болсақ, оның мүмкіндігі одан да көп деп айта аламыз сіздерге. Сабақ беру барысында мұғалімге неге үйренбейді, не істесем екен деген мұғалімге сұрақтар пайда болады. Яғни мұғалімде сұрақ қою мәдениеті өзгереді. Ары қарай жалпы іс-әрекеттегі зерттеу даму құралы болып табылады. Іс-әрекетті зерттеу арқылы мұғалім өзінің кәсіби тұрғыда дамытады. Тағы басқа не айтсам екен, мен іс-әрекеттегі жалпы зерттеу бір әдіс, бір сынып, бір өзгеріс. Бұл жердегі айтып отырған осы үш түйінді сөзім, кішкентай нәрсе болсын, ол үлкен емес, кішкентайдан басталады. Кішкентай нәрсе үлкен жетістіктерге жол ашады деп айта аламын. Сабақ беру барысында мұғалімнің пікірі бойынша балалардың пікірі бойынша сабақ қызығырақ болды. Бүгінгі сабақ басқа сабақтан қарағанда өзгеше болды деген оқушылардың пікірі іс-әрекеттегі зерттеуде басты дәлел болып табылады. Ал сабақты беріп тұрған педагог, ол өз сабағын көре алу, өзінің сабағына кері байланыс бере алу, өзінің сабағын әріптестермен бірге талдау, ол мұғалімнің кәсіби өсуіне ықпал етеді. Бұл жерде мұғалім сабақ беру барысында, зерттеу барысында бір сабақты екінші сабақтан өзгеше ұйымдастыру арқылы, бірлесе әріптестермен жоспарлау арқылы өзіне деген мұғалімде сенімділік пайда болады. Бұл жердегі жалғыз емеспін деп тұрған сөз жалғыз емес деген. Мұғалім әрине іс-әрекеттегі зерттеуде жалғыз емес. Ол жаңағы әріптестермен бірлесе отырып жоспарлайды, бірлесе талдайды. Сол нәтижесінде мұғалім зерттеуде өзінің жалғыз емес дегендігін түсінеді. Әрбір мұғалім өзінің тәжірибесінің зерттеушісі деп жоғарыда айтып өткеніндей, зерттеу мұғалімнің күші. Мұғалім деңгейінің кәсіби өсуі оқушының өсуіне де ықпал етеді. Ендеше әрбір нәрсені өзімізден бастайық, зерттеңіз, өзгертіңіз, өздеріңізге сеніңіздер дегім келеді. Құрметті әріптестер, маған назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Менің бүгінгі тақырыбым сіздерге ұсынған осы. Сұрақтар. Мен журналист арас деп осы формаға
түскен кезде 15 минутқа осы дайындал, қысқа да нұсқа бірге сөйлеуге тырыстым. Рахмет.